Hey, how's it going? Now, I'm gonna explain your English tenses. English tenses is divided into two, active and passive. Now, I'm gonna explain it in Kazakh language because some of my students asked me to explain it in Kazakh language. That's why, here we go. Ал ендеше достар, кеттік. Мен сіздерге ағылшын тіліндегі шақтарды түсіндіріп кетейін. Ағылшын тілінде біздің сияқты осы өткен келер шақ деп 3 шақпен шектеліп қойылмайды. Ол жерде 24 шақ бар. 24 шақ 2 топқа бөлінеді. Актив және пассив. Актив voice-ті түсіндіремін. Актив voice, яғни 4 топқа бөлінеді. Simple тобы. Simple тобының екінші аты бар. Indefinite деп аталады. Яғни, бір тестерде present simple деп келетін болса, кейбір тестерде present indefinite деп келуі мүмкін. Екінші тобымыз continuous. Continuous деген сөзді көрген кезде, алдымен көз алдымызда ing жалғауы кетпеу керек. Ing жалғауы қазақ тіліндегі жатырмын, отырмын деген сөздер сияқты. Мен келе жатырмын, I'm coming. Ing түрік тіліндегі your, ben geliyorum, yorum. Yorum, жатырмын, отырмын деген жалғаулар ағылшын тілінде ing жалғау. Яғни continuous тобының екінші аты progressive деп аталады. Present continuous немесе present progressive десе екеуі бір зат. Үшінші топ ол perfect. Perfect simple немесе perfect indefinite. Ал ең соңғы тобымыз ол perfect continuous. Perfect continuous немесе perfect progressive. Әр қайсы топ 3 шаққа бөлінеді. Simple тобымыз бірінші present simple, past simple және де future simple. Ал ендеше кеттік, достар. Present simple, яғни simple тобымыз 3 топқа бөлінеді. Present simple, past simple және де future simple. Present simple дегеніміз не? Present simple дегеніміз осы шақ. Осы шақ күнделікті болатын іс-әрекеттеріміз, біздің әдеттенген іс-әрекеттеріміз немесе факт дәлелденген іс-әрекеттерде біз әрқашан present simple осы шақты қолданамыз. Simple дегеніміз өзі аты айтып тұр, қарапайым шақ, Ол қалай жасалады? Етістіктің бірінші формасы, яғни етістікке ешқандай да қосымша қоспаймыз. Және де етістікке S, ES жалғауы жалғанады. Мұғалім S, ES және verb дегеніміз етістік. Қашан қолданылады деген сұрақ туындайды. Болымды сөйлемде, егер де біздің сөйлеміміз бір адам немесе бір затпен, яғни жекеше түрмен басталатын болса, біз етістіктегі S-ES жалғауын жалғаймыз. Мысалға, my sister. Неше әпке? Бір ғана әпке, my sister. Cooks dinner every day. Cook деген етістікке S жалғауын жалғадық. Егер де бізді сөйлем көпше түрмен басталатын болса, plurals, яғни 2 немесе 3 адаммен басталатын болса, ол кезде етістіктің бірінші формасы ешқандай жалғау жалғанбайды. Есе болсын, I мен you әрқашанда көпше түрмен жүреді. I дегеніміз мен, you дегеніміз сен. Алайда ол әрқашанда көпше түрмен бірге жүреді. My sisters, менің әпкелерім көпше жалғауы. Сондықтан етістікке ешқандай жалғау қолданылмайды. Cook dinner every week. Болымсыз сөйлемде, егер де сөйлем бір ғана адаммен немесе затпен басталатын болса, біз does not етістіктің бірінші формасын қолданамыз. My sister doesn't cook dinner every month. Егер де сөйлем көп, 2-3 адаммен немесе затпен басталатын болса, ол кезде do not verb 1. Do not пен does not-тан кейін етістіктің бірінші формасы қолданады, байқап тұрған болсаңыздар. Мына жердегі S қайда кетті деген сұрақ туындайды. Мына жердегі yes, does-ға өтіп, doesn't verb 1 болып кетті. Болымсыз сөйлемде көпше түрде don't болады деп айттым. Енді сұраулы сөйлемде, егер де сөйлем жекеше түрмен басталатын болса, ол кезде does сөйлемнің алдында шығып кетеді. Does my sister cook dinner every day? Егер де сөйлем көпше түрмен басталатын болса, 2-3 адаммен басталатын болса, ол кезде do көмекші етістігіміз do сөйлемнің алдына шығып кетеді. Do my sisters cook dinner every day? Ал ендеше present simple осы шақпен келетін өзінің кілтті сөздері бар. Кілтті сөздері every day, every week,
every month, every year, every morning, every summer, once a week, twice a month. Яғни мыналардың барлығы сөйлемнің соңында келеді. Егер тестте every day, every week, every month осыларды көретін болсақ, смело present simple, яғни етістіктің бірінші и s жалғауы бар дұрыс жауапты белгілейміз. Және де present simple'да қолданылатын кілтті сөздер бұлар: always, әрқашан, usually, әдетте, sometimes, анда-санда, rarely, seldom, анда-санда, often, жиі-жиі, frequently, өте жиі, regularly, әдетте, habitually, әдетте. Яғни, мынау кілтті сөздердің барлығы етістіктің алдында келеді. Көмекші етістіктен кейін етістіктің алдында, әрқашанда етістіктің алдында келеді. Мысалға, my sister always cooks dinner. My sisters usually cook dinner. My sister doesn't often cook dinner. My sisters don't seldom cook dinner. Does my sister frequently cook dinner? Does my sisters habitually cook dinner? Байқаған болсаңыздар, cook дегеніміз етістік, етістіктің алдында көмекші кілтті сөздерді қолдандық.